Иә, Беларусия құрама командасы бізді федерациясы шақырған кезде қонақ үйді, жасыл алаңды бәрін төлеп берді. Ақшасын төледі. Дұрыс па? Барып ойнағанымыз кезінде кеше тегін ойнап келдік қой барып. Өйткені Беларусияға керек болды. Біз қонақ болып барып келдік. Сөйтті, мен барып келіп отырмын ғой. Былтыр Әзербайжан сөйтті ғой. Иә, қонаққа шақырған, солар өзіміз төлейміз деді. Давай деп, тегін нәрседен біз қазақтар білесің ғой, тегін нәрсе болса, бұлай кіріп келетінбіз. Тегін гүл таратсаң да, тегін айфон таратсаң, қазір көше пробка болып жабылып қалатын білесің ба? Тегін палау таратсаң да опасно кеш. Иә, вот мәселе қайда жатыр. Сондықтан осындай жағдай болды, ойнады. Енді қараңыз, бұл мақұл ғой, футболымен. Бас бапкер ойлану керек еді. Бас бапкерді енді ойландыртпай отыр ғой. Оның жоғары жағында да адамдар бар ғой, жоғары жағында. Төбеде. Сіз ба? Жоқ. Сізден де жоғары ма? Иә. Қызметте отырған адамдар бар ғой. Солар шешім шығарып отыр. Ол соған қарсы шықпай отыр. Енді Белоруссияда Борисов деген қалаға, айдалаға барасың да сен, о жерде табиғи шөп өсіп тұр. Жаңбыр жауады. Табиғи шөп, балшық, айдала. 4,5 сағат самолетпен ұшасың, 80 километрді 1,5 сағат жүріп бардық. Сопровождениенің өзімен. Сол саған керек па? Шаршады ғой адамдар. Иә, мақұл, 20-18 жастағы балалар шаршамайтын шығар. Асқат Тағыберген, Исламбек Қуат деген ана жігіттер, Марочки, Малый, Қорғаныстағы, Быстров дегендер, ойбай, қазір самолет көрсе құсып қояйын деп тұрған балалар олар. Адамдар шаршаған. Не үшін келіпсіз? Сол не үшін бардыңдар деп отырмын. Сол жолдастық матч 3 күн бұрын сырт алаңда оның үстінде не керегі бар? Ей, ойна шақырсай сол Беларусьтен шақыр. Жолдастық матч керек па? Қырғызстанға звонда, Тәжікстанға звонда. Тұрақты клиенттеріміз бар ғой біздің, кеп ойнайтын. 2 жыл сайын ойнаймыз. Астана аренаға шақырды, 3 күн бұрын ойна. Сөйтті, 1-0 ұта сал, FIFA-ның рейтингіне де әсер етеді. Бір плюс па? Тамаша.